Сәлем достар, алдыңғы мен шығарған Джеки Чанның хикаялары 12 талисман туралы айтып берген бейнеролигімде сіздер Они генералдардың маскалары туралы көп пікір жазып сұраған болатынсыздар. Бүгін біз сол Джеки Чанның ең қызықты аркаларының біріне Они генералдарының 9 маскасын іздеу оқиғасына бірге сүңгейміз. Бұл жай ғана мульт емес, нағыз сиқырлы шайқастар мен тылсым күшке толы сапар. Яғни сіздердің бала кездегі уақыттарыңызды тағы да еске алып ностальгия жасайтын бейнеролик. Қауіп-қатерге толы жол, көлеңкелі әскерлер, құпия маскалар және әлемді қараңғылықтан құтқару бәрі осы бейнеде. Ендеше видеоны тоқтата тұрып, тәтті жейтініңізді дайындап, ішетін сусыныңызды әкеліп, бізбен бірге таңғажайып оқиғаға аттаныңыз. Сен 9 бетперденің дәл көз алдында күлге айналғанын көрген жоқсың ба? Әдетте, Они әзәзілдерін жеңіп келген заһарлар енді әсер етпейді. Өйткені олар бұғауда болған бетперделер енді жоқ. Ендігі біздің соңғы үмітіміз Таракуданы жеңу ғана қалды. Соны ғана жеңу керек біз. Таракуданы жеңу керек. Маскалар тарихы Шэньчжоудың талисмандарымен болған оқиғалардан да бұрын басталған. Ежелгі замандарда барлық Онилердің әміршісі әрі көлеңке кланының патшасы Таракуда өзіне бағынышты 9 жын генералымен бірге Жапонияны үрейге бөлеген. Төзе алмай кеткен көне Ци жауынгерлері 10 түрлі маска жасап, ақсиқырдың күшімен 9 генералдың рухын сол маскаларға қамады. Ал 10-шы маска арнайы Таракуда үшін жасалды. Бірақ өз генералдарының тағдырын қайталамауды қалаған Таракуда ол масканы тартып алып, адам баласы кіре алмайтын көлеңке патшалығында жасырып қояды. Қалған 9 масканы адамдар жер-жерге шашып тастады. Өйткені барлық 9 маска бір жерге жиналса, генералдар қайтадан бостандыққа шығып, көлеңке кланының толық армиясын шақыра алады. Бұл әлемді мәңгілік қараңғылыққа батырып, барлық игі сиқырды жойып жібермек. Әрбір Они генералы көлеңке кланының бір тайпасына басшылық етеді. Барлығы 9 тайпа. Масканы таққан адам сол тайпаны шақыра алады, бірақ құны ауыр. Маска иесін жамандық белеп алып, оны біртіндеп сол генералға айналдырады. Кейінірек Қытайда Айдаһар жын-пері Шэньчжоу маскалардың бірін тауып, оның құпиясын ашып, сол арқылы өзіне тиесілі көлеңке кланын шақыру мүмкіндігіне ие болады. Әдетте мұндай үшін масканы тағу қажет болса, Шэньчжоу масканы сарайында сақтап, Таракуда символы бейнеленген ерекше архив арқылы оның күшін маскасыз-ақ пайдаланады. Бұл оған Шэдоу хан әскерін жын рухымен бүлінбей-ақ шақыруға мүмкіндік берді. Архив қатаң күзетте болды. Әрі көлеңке кланы, әрі Шэньчжоудың өз бақылауында еді. Бірақ бір күні Джеки оны ұрлап алды. Сол кезде Джейд Таракуда символын көріп, оны денесіне уақытша татуировка ретінде түсіріп алады. Нәтижесінде масканың күші Шэньчжоудан Джейдке ауысады. Масканы таққандағыдан өзгеше, символды денеге түсірген адам біртіндеп көлеңке патшалығының өкіліне айналады. Мысалы, зұлым көк түске боялып, көздері қызарып, айналасына қатыгездікпен қарай бастайды. Ақырында Джейд Шэдоу ханның көмегімен архивті жойып, осылайша өзін де Шэньчжоуды де әскер шақыру мүмкіндігінен айырады. Кейінірек бұл символды Далунг Вунг пайдаланып, әскерді өз мақсатына шақырмақ болады. Бірақ бір сәтсіз әрекет кезінде ол абайсызда Таракуда рухын шақырып алады. Таракуда қайтадан бұл дүниеге келіп, 9 Они генералын босатып, әлемді қараңғылыққа батыруға бел буады. Ол бұрыннан белгілі қарақшылар үштігін өз жағына тартып, маскаларды іздеуге шығады. Бұл қауіптен хабардар болған Чан отбасы қайтадан жолға аттанып, зұлымдарға кедергі болуды мақсат етеді. Алғашқы маска Шэньчжоудың қираған сарайынан табылады. Бұл генерал Райракудың маскасы. Ол иесіне мультсериалда ең жиі кездесетін көлеңке кланының әскерін ниндзяларды шақыру мүмкіндігін береді. Масканы Чоу тағады да соның арқасында тиісті күшке ие болады. Бірақ масканы шешу үшін арнайы сиқырлы қайнатпа қажет. Ал әр генералдың маскасы үшін ерекше қажетті заттар керек. Тару жапондық жарылған мүсіл жазбалардан аңыз оқып, бұл масканы шешуге қажетті құпия керек зат жапон болаты екенін анықтайды. Джейд көлеңке кланында жапондық екенін түсінеді. Олар қазір Гонконгта жүргенімен жапон болатына жасалған сюрикендерді қолданады. Сол сюрикенді соңғы құрамдас ретінде пайдаланып, көкесі сиқырлы қайнатпа дайындайды. Джейки осы сиқырлы қайнатпаның көмегімен Чоудан масканы сыпырып алып, оның күшін жояды. Маска сектор 13-ке жеткізіліп, талисмандармен бірге құлыпталады. Зұлымдардың ізіне түсу үшін Чандар Жапонияға, Онилердің отанына жол тартады. Онда Токиода генерал Мурасакидің маскасы бар.
Қысқа шайқас кезінде Таракуда мен оның қолдаушылары келіп қалады. Осы сәтте Маска абайсызда Радстың бетіне түсіп, оған генерал Мурасакидің күшін береді. Бұл генерал Рейзер Хан атты көлеңке кланының әскерін шақыралады. Олар адамдарға ұқсайды, бірақ аяқ қолдары өткір металдан жасалғандай, ал бір көздері қып-қызыл. Бұл әскерлер әлдеқайда қауіпті әрі өте жылдам қозғала алады. Олар көлеңкеден пайда болып кез келген бетті тесіп өте алады. Бірақ көлеңке кланының барлық өкілдері тек олар үшін қызмет ететін құлдар ғана, саналы тіршілік иелері емес. Сондықтан оларды алдап немесе алаңдатып қою оңай. Радс пен оның әскерінен қашып құтылған соң Тару Чандарға жапон аңыздарында Ханафуда карталары бар екен, олардың Масканың орналасқан жерін және оны шешуге қажетті керек затты көрсете алатынын айтады. Чандар карталарды бір фабрикадан тауып алады. Соның көмегімен олар Масканы шешуге қажет негізгі қоспазат жапон жібегі екенін біледі. Күтпеген жерден қолдарына жібектен жасалған жыртылған галстук түсіп, Тару сиқырлы қайнатпа жасап шығарады. Джеки сол сиқырлы қайнатпаның көмегімен Радстан Масканы сыпырып алады. Жаза ретінде Радс Таракудадан соққы жейді, ал Маска сектор 13-ке жіберіледі. Карталар келесі Масканың орнында көрсетіп береді. Бәрінің қуанышы келесі Маска олардың туған жері Сан-Францискода орналасқан болып шығады. Ал ерекше керек зат жапондық күріш. Генерал Киироның Маскасы табиғат тарихы музейінің ежелгі экспозициясында сақтаулы еді. Бірақ оны Чаннан Хакфу тартып алып қояды. Маска қолма-қол қайта таласқа түсіп, ақыры кішкентай ит Скрафидің мойнына түсіп кетеді. Айтпақшы бұл сол Скрафи 3-ші маусымда ит талисманның күшін алған ит. Масканы киген соң Скрафи жын-пері итке айналып, Бетхан атты көлеңке кланы әскерін шақыру мүмкіндігіне ие болады. Бұл әскер адамға мүлде ұқсамайды. Алып жарқанат қанаттарына ие және қолдарынан көлеңке энергиясынан жасалған сәулелер атқылай алады. Джейдтің көмегімен Джеки сиқырлы қайнатпа қолданып Скрафиден Масканы сыпырып алады. Айтпақшы, дәл осы серияда бұқа талисманы күш берумен қатар иесіне бұлшық етті де ұлғайтатыны көрсетіледі. Келесі Маска генерал Мидоридікі. Ол Тынық мұхитының солтүстік батысындағы тотем бағанынан табылды. Масканы бағаннан жұлып алған Джекиге Хакфу тосынан тап берді. Ол 3-ші рет қатарына бір Масканы киюге тырысқанымен тағы да жолы болмай, Маска капитан Блэктің бетіне түсіп кетеді. Капитан Блэк жүрегі таза, адал кейіпкер болғандықтан генерал Онидің рухы оны баяу иемдене бастайды. Оның ізгі ниеттері шектен шығып абсурдқа айналады. Ақыры Таракуданы ықпалымен Блэк Сумы Хан атты көлеңкедегі ең ірі ниндзяларды шақыру қабілетін ашады. Олар баяу қимылдайды, бірақ керемет күшті әрі төзімді. Капитан Блэктің бұйрығымен Сумы Хандар сектор 13-ті толтырып, оның негізгі қызметкерлеріне айналады. Блэк тіпті Джекиге өзінің жаңа күштерімен мақтанады. Осы кезде Тару мен көкесі өте сирек кездесетін сиқырлы қайнатпа қоспаларын, жапон балдырларын іздеуге аттанады. Бірақ Блэк ашуға беріліп, сектор 13 қоймасынан 3 масканы алып, оларды Финге, Чоуға және Радсқа береді. Мақсаты 3 генералды қайта тірілту. Джейд бұған жол бермей, тигр талисманы арқылы Блэкті екіге бөледі. Біреуі зұлым, екіншісі мейірімді нұсқасы. Олар өзара шайқасады. Уақытылы жеткен Тару мен көкесі Блэктің мейірімді нұсқасына сиқырлы қайнатпа береді. Соның көмегімен ол өз зұлым бейнесінен Масканы сыпырып алады. Екі бейне қайта бірігіп, Блэк 4-ші Масканы сектор 13 коллекциясына қосады. Келесі Масканы бір балықшы алыс мұхиттан аулап алады. Бірақ дау кезінде ол Чандардың қолына түсіп, олар Масканы Тару мен Джейдпен бірге көкесінің дүкеніне алып келеді. Бұл Маскада генерал Якудзидің рухы қамаулы еді. Ол Таракуданың екінші ең жақын көмекшісі. Теория бойынша Якудзики Таракуданы қалай жою керектігін білетін санаулы генералдардың бірі. Масканы ешкімнің тақпауын қалаған Джейд оны тышқан талисман арқылы жандандыруды ұсынады. Маскаға иесі қажет болғандықтан талисманның күшімен Якудзики әскер шақыра алмайды. Бірақ ол ештеңе айтпай, Тарудың киімінен ұстап, сектор 13-тен қашып кетеді. Кейін бір көліктің салонына түсіп, оның бетіне Фин отырады. Осы сәттен бастап Масканы бетке емес басқа жерге тағудың да мәні бар екені анықталады. Тіпті кейде бұл иесіне тиімдірек, себебі Маска оның тұлғасын толықтай бұзбайды. Айтпақшы, бұл серия артында тұрған жын деп аталады. Содан кейін Фин, яғни енді Якудзики көлеңкелі самурайлардан құралған әскерін шақыруға қабілетті болады. Олар қара даспех киген көлеңкелі жауынгерлер еді.
Тару оларды жаңа иесі ретінде қызықтырып, Якудзики мен оның самурайлары оны бірге ұстап алып, көлеңке арқылы белгісіз жерге әкетеді. Бұл жолы ерекше керек зат аталмайды. Тарудан айырылған соң, көкесі амалсыз қара магияға жүгініп, көлеңкенің ішіне өзі кіреді. Таруды құтқарған соң Джеки самурайлармен шайқасады, ал Фин қолға түскен сиқырлы қайнатпаны пайдаланып, Якудзикінің маскасын сыпырып алады. Осылайша самурайлар жойылады. Чандардан қорқып, Фин масканы тастап достарымен бірге қашып кетеді. Маска тышқан талисманымен бірге сектор 13-ке жеткізіледі. Ал генерал Оренджидің маскасын Джеки тауып, оны сектор 13-ке әкеледі. Дәл осы кезде Джеки мен Джейд Хэллоуин мерекесіне дайындалып жатқан еді. Бірақ масканы әзіл үшін Пако бетіне тағып алады да, біртіндеп Оренджи атты жынға айнала бастайды. Таракуда тағы да сабырлы түрде Паконы масканың мүмкіндіктерімен таныстырады. Нәтижесінде Пако Сквидхан атты көлеңкелі әскерді шақырады. Бұл әскер көлеңке кланының ең үрейлерінің бірі еді. Олардың әрқайсында екі жұп шұбатылып созылатын қармалауыштар, сондай-ақ ұзын құйрық, жеті қызыл көз және екі тік бағыттағы азулы ауыз бар болатын. Масканың ықпалымен Пако өзінің костюмі мерекедегі ең қорқынышты екенін дәлелдеуге тырысады. Тору мен көкесі Паконың маска таққанын білген соң сиқырлы қайнатпа дайындай бастайды. Оның ерекше керек заты жапондық сегіз аяқтың қармалауыштары. Сол кезде ашуға булыққан Пако өз ұстасы Эль Торомен рингте кездеседі. Лучадор дәстүріне сай жеңілген қарсыластың маскасын шешу керек еді. Бірақ әлі толықтай Онидің ықпалына түспеген Пако көкесінің уәждері арқасында өзі масканы сыпырып тастайды. Келесі маска генерал Мусугуриндікі. Ол Флорида штатындағы орман ішіндегі Мисс Кимбер атты көріпкел әйелдің ұясынан табылады. Бірақ дәл сол жерге Хаквуда келеді. Ол әлі де болса бір масканы киюді армандайтын. Ақыры ұрыста жеңіп, қалағанына қол жеткізіп масканы тағады. Осылайша ол ең қаһарлы әскер Мини ханды шақырады. Бұл нағыз ашу ыза, бірақ бәрі оңай емес еді. Бұл кішкентай жаратылыстар адамның көлеңкесін жұтып, соның арқасында үлкейіп қауіпті бола түседі. Ал көлеңкесінен айырылған адам ұйқыға кетеді. Хакфу шағын ниндзяларын бүкіл қалаға таратып жібереді. Олар көз алдыда орасан зор болып өсіп, айналасына қауіп төндіреді. Көкесі болса қатты абыржып, сиқырлы қайнатпаның ерекше керек затын анықтауға тырысады. Бірақ мәселе, ол керек заттың атауы жазылған карта серияның басында крокодилдің ішіне кетіп қалған еді. Сенбесе де көкесі Мисс Кимбердің дүкеніне хабарласып, кеңесін алады. Ақыры ол айтқанын орындап сиқырды сәтті дайындайды. Джеки дайындалған сиқырлы қайнатпаны арнайы балыққа құйып, көкесі телефон арқылы оқыған дұғаны айтады. Нәтижесінде сиқырлы қайнатпа белсенді болып, Хакфудың маскасы шешіледі. Маска сектор 13-ке жөнелтіледі, ал ұрланған көлеңкелер иелеріне қайтарылады. Келесі маска генерал Куроға тиесілі. Оны бір антиквар дүкен иесі фермада сатып алып, кейін өз аукционына қояды. Ең қызығы, ол масканы бар болғаны $5 қалған, ал бастапқы бағаны $5000 қылып белгілейді. Нағыз бизнесмен. Аукционға Чандарда бұрынғы қараңғылық қолы үштігі де қатысады. Ақыры масканы Нувариш Один есімді адам иемденеді. Ал ол ешкім емес, дәулетті құлдырап кеткен Вальмонттың өзі болып шығады. Оның да маскаға қатысты өз жоспары бар еді. Бірақ Вальмонттың шағын пәтеріндегі шайқаста маска екіге бөлініп кетеді. Оның бір бөлігін Вальмонт тағып алады. Бұл маска Вальмонтқа Крэп қанатты көлеңкелі әскерді шақыру мүмкіндігін береді. Бірақ мәселе бар еді. Масканың жартысы ғана қолында болғандықтан, ол тек жартылай жасалған жауынгерлерді шақыра алады. Әдетте олармен күресу қиын емес сияқты көрінгенімен, сиқырлы қайнатпаның құтысы кездейсоқ жүк көлігіне түсіп кетіп, қолданусыз қалды. Жаңа сиқырлы қайнатпа дайындауда қиын, өйткені оның ерекше керек заты жапон макакасының көз жасы, ал макака жылауға ниеттенбей қойды. Басқа амал қалмаған соң, Джейд екінші бөлікті бетіне тағып, өзіне сәйкес жартылай әскерді шақырады. Ол Вальмонтпен шайқасқа түседі. Бірақ екі маскада жартылай болғандықтан, олар иелерінің санасын толық бағындыра алмайды. Осылайша Джейд пен Вальмонт табылған құтыны пайдаланып, бір-бірінің маскасын сыпырып алады. Вальмонт өзінің бөлігін Джейкиге береді де, өзі амалсыз Мексикаға кетіп қалады. Соңғы маска генерал Акаға тиесілі. Оны Джеки мен Джейд мұхиттың түбінен табады. Ең таңқаларлығы, бұл жолы Таракуда мен оның серіктері оларға еш қарсылық көрсетпейді. Масканы сектор 13-ке алып келгенде, Чандар Таракуданы үнемі сабырлы болып келген себебін түсінеді. Себебі 9 масканың бәрі бір жерге жиналған сәтте генералдар өздері қайта тіріледі. Таракуда дәл осыны күтіп жүрген. Расымен де генералдардың әрқайсысы өз көлеңке кланының өкілдеріне қатты ұқсайтын еді.
Маска Ака иесіне Ментис Хан атты әскерді шақыруға мүмкіндік береді. Бірақ дәл осы сәтте оның еш маңызы қалмайды. Барлық генералдар босандыққа шығып, әртүрлі көлеңке әскерлерін шақырып, жерді қараңғылыққа батыра бастайды. Көкесі барынша тырысып, дүкенді түнектен қорғауға күш салады, бірақ бұл тек уақытша ғана еді. Джейд бастаған топ әртүрлі жерлерге бөлініп, генералдармен шайқасуға кіріседі. Бірақ Таракуда олардың бәріне кедергі жасап, чандарды түрмеге қамайды. Сол жерде Джейд қызық үшін Ханафуда карталарын жайып көріп, 10-шы маска бар екенін анықтайды. Бұл маска әлі күнге дейін қолданылмаған, әрі сол баяғы Таракуданың өзі ғасырлар бұрын көлеңке патшалығына жасырған екен. Тару тәжірибе үшін таңдалады. Көкесі оның денесіне Таракуда символын таңбалайды. Соның арқасында Тару көлеңке кланының ниндзяларын шақыра алады. Олар оның көлеңке патшалығына бастап барады. Қызыл тұманға толы шексіз қорқынышты кеңістікте Тару Таракуданың маскасын табады да қайтадан жарық әлемге шығып кетеді. Бірақ символ оның жанын былғап, Тару көгере бастайды. Ашуға мініп айналасына қауіп төндіреді. Осы сәтте Таракуда өзі пайда болып, соңғы шайқас басталады. Таракуданы өз аты жазылған маскаға қамау үшін алдымен оның жын бейнесін шынайы денеге айналдыру қажет еді. Содан кейін оны самурай шашынан алынған арнайы керек затпен дайындалған сиқырлы қайнатпа арқылы маскаға қамап тастау керек болды. Джейд Тарудың басына бірнеше шаш талын жұлып алып, көкесі сиқырлы қайнатпаны сәтті жасап шығады. Джейд масканы Таракудаға кигізіп, оның рухын және 9 генералын қайтадан масканың ішіне тартып алады. Осылайша әлем үшінші рет Джеки Чан мен оның командасының арқасында құтқарылады. Міне достар, Джеки Чанның маскалар жайлы ең тылсым оқиғаларының бірі осылай аяқталды. Әлем тағы да құтқарылды, бірақ алда әлі талай құпиялар бар. Егер сізге бұл бейнеролик ұнаса, лайк басып пікір қалдырыңыз және арнаға жазылып қойыңыз. Себебі алдыда әлі қызық видеолар болады. Сіздермен болған киношоу кезі, келесі кездескенше.